16 маусым күні Алла бұйырса алғашқы құрбан айттың бірінші күні, 15 маусым бұл Арафа күні болып саналады. Енді 16-сы, 17-сі, 18-сі күндері құрбан айт қасиетті. Алла бұйырса биылғы жылы құрбан айт осы Өскемен қаласы әкімдігінің қолдауымен Атығай асуындағы жерде болады. Сол жерде арнайы қасапхана қойылып, сол жерде мал базар болып, сол жерде мал сатылатын болады. Енді осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен Құрбан 2024 сайты бар. Құрбан 2024 сайты арқылы үйде отырған, жағдайы жаңағы жүргенге келмейтін, немесе алыста шетелдерде сапарлап жүрген азаматтарға оңтайлы болу үшін Құрбан 2024 сайты арқылы құрбан шалуға тапсырыс беруге болады. Енді құрбан айт мерекесі кезінде құрбан шалу орнында өзіңіз білесіз, 4 түрлік мал құрбандыққа шалынатындықтан, ол жерде ветеринариялық санитариялық талаптарды сақталуы аса маңызды болып табылады. Ең алдымен құрбандыққа шалынатын малды әкелетін адамдардың назарына жеткізгім келеді. Егер мысалы жан-жақтан облыстардан, облыстың аудандарынан, қаладан әкелетін кезде міндетті түрде ол малдарға ветеринариялық жолдама құжаттарын алу керек. Яғни тірі малға берілетін форма 1 деген ветеринариялық анықтаманы міндетті түрде алу керек. Яғни жаңағы тірі малды тасымалдау сол анықтама негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар басқа аудандардан әкелетін болса, міндетті түрде карантинде қою талаптары сақталуы қажет, заң талаптарына сәйкес.